Ассалаумағалейкум, әке. Уағалейкум ассалам, балам, қалайсың? Туған күнің құтты болсын. Рахмет. Кеп отыр. Анашым, бізбен бірге отырыңызшы. Жоқ, маған керек емес. Отыра бер. Әке, үйге қашан келесіз? Балам, үйге не үшін келмей жүргенімді айтайын десем, сөзбен жеткізе алмаймын. Бірақ сен мен секілді болма. Мықты жігіт бол өз. Жігіттер уәде берді ма, уәдесінде тұратын жігіт болу керек. Уәдеңде әрқашан тұр. Тағы да көп ақша табатын жігіт бол өз. Өйткені бұл өмірде ақша көп нәрсені шешеді екен. Ақша көп нәрсені шешетін өмірдің өзі мені үйретіп тастады. Бірақ әкең тірі, Аллаға шүкір. Әкең өлген жоқ. Әрдайым көмек керек кезде жаныңнан табыламын. Ал үйге неге бармай жүргенімді анаңнан сұрап аласың. Үлкендерді кешірші, балам. Жарайды, әке. Жақсы. Тоқтаңызшы. Мені кешіріңізші, мен бәрін түсіндім. Жоқ, сен ештеңе кінәлі емес. Бәріне мен кінәлімін. Көп ақша таба алмадым. Сенің отбасыңа, ата-анаңа жаға алмадым. Бәріне мен кінәлімін. Бірақ өкініштісі, сенің әке-шешеңнің мыс-мыс тауып жатқан ақшасы менің балама ешқашан жүзіне күлкі сыйлай алмайды. Өкініштісі, менің балам мен ешқашан арқасын керіп күліп жүре алмайтын болады. Бәрін басынан бастайықшы, мен бәрін түсіндім.